Қадірлі құрылтайға қатысушылар, құрметті қонақтар, алыс жақыннан ат арылтып келген барша ағайын, атамекен, ата жұртқа қош келдіңіздер. Бүгінгі дүниежүзі қазақтарының бас қосуына әлемнің 35 елінен 365 делегат келіп қатысып отыр. Оған қоса Қазақстанның барлық облыстарынан, Астана мен Алматы қалаларынан арнайы делегациялар бар. Сондай-ақ жиынға халқымыздың зиялы қауымы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысуда. Кворум бар, құрылтай жұмысын бастауға барлығы дайын. Сонымен дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайының жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті қауым, қадірлі құрылтай қонақтары. Сөз Қазақстан Республикасының президенті, елбасы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа беріледі. Ардақты әлеумет, төрткүл дүниедегі қазақты туған жердің төсіне қауыштырған осы құрылтайға келіп отырсыздар. Бүкіл еліміз Қазақстан сіздерді құшағын асып шын жүректен қуанышпен қарсы алып жатқан жағдайы бар. Осы күні еліміздің ақпарат құралдары, зиялы қауым, жастар барлығы да сіздердің келгендеріңізден хабардар. Жолдарыңыз ақ болсын, қош келдіңіздер деген қуанышымды білдіргім келеді. Баршаңызды қасиетті қазақ жерінде қарсы алып отырғаныма мен де зор қуаныштымын. Еуразия төріндегі ұлан ғайыр атажұртқа сіздер 35 елден келіп отырсыздар. Туған топыраққа сағыныштарыңызды арқалап жеткендеріңіз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Қасиетті қазақ жеріне, жерұйық мекен Астанаға келген қадамдарыңыз құтты болсын ағайын деп тағы да бір айтқым келеді. Қымбатты бауырлар, құрылтай тойласу үшін емес, ойласу үшін шақырылатын жиын екенін баршаңыз білесіздер. Бабаларымыз ел тағдыры таразыға түскен тұста, жаңа белеске қадам басар шақта құрылтай шақырып, кеңес құрған. Біз бүгін сол игі дәстүрдің ізіменен жиналып отырмыз. Тағдыр талайымен төрткүл дүниеге тарадай шашылып кеткен ағайынның атамекенде бас қосуы бәрімізге зор қуаныш. Десек те, биылғы құрылтайымыздың жөні бөлек, жолы ерек, маңызы айрықша. Өйткені біз тәуелсіздігіміздің биыл 20 жылдығы тұсында жиналып отырмыз. Сондықтан бүгінгі құрылтайдың қазақ елі монументі жанындағы мынау біз отырған
жаңадан құрылған тәуелсіздік сарайында өтуінің өзіндік зор мәні бар. Ендеше өткеніміз бен жеткенімізді байыптап алар сәт туып отыр ағайын, соны мен сіздерге біраз баяндап кетейін. Бізді бүгін осы салтанатты ғимаратқа ортақ ниет, ортақ мақсат жинап отыр. Ол елдіктің жайы, ел болудың қамы. Ер қонысынан айырылса, ел ырысынан айырылады, дейді дана халқымыз. Ен даланы еркін жайлаған бабаларымыз қашанда ел деген ұлы ұғымды құрандай қастерлеп, ұрандай ұстанып келген. Бостан күндер бастан ауып, бодан күндер басқа түскен кер заманда да еркіндік пен елдіктен еш уақытта үміт үзбеген. Баршаңыз білесіздер, бүгін жер жүзінде мыңдаған ұлттар ғұмыр кешуде. Алайда өзінің тәуелсіздік мемлекетін құру олардың бәріне бірдей бұйырмаған. Алып планетадан туын тігер алақандай төбе таба алмай жүрген халықтар қаншама. Олардың арасында саны жағынан қазақты сан орап кететіндер де бар. Бақ бағалағанның басында тұрады дейді. Сондықтан біз басымызға қонған бақты бағалай білейік ағайын. Аталарымыздың сан ғасырлық аңсары болған тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтап, оны нығайта беруіміз қажет. Біздің арғы бергі тарихымызда елдің еңсерлі көшулері де аз болмаған. Әуелі еске түсірсек, қайранда менің еділім деп ел айырылған зарлы көші өспесі із қалдырды. Ұлы дала Қаратаудың басынан құлаған қаралы көштің де куәсі болды. Одан берде тағдыр талайымен шетел асқан шерлік көшті де бастан кешірдік. Ал тәуелсіз мемлекет құрып, жасампаз өмірге бет бұрған бүгінгі көштің жөні бөлек. Бұл ауған ел қайта оралған, айырылған ағайын қайта табысқан ұлы көш болып саналады. Біз ғасырлар бойы замана дауылыменен жөңкілі көшіп, ғасырлар тоғысында туған елдің төріне бір жола табан тіредік. Менің бір айтқаным сөздерімде күйінсін жауың, сүйінсін досың, жиылсын қауым, құйылсын көшің деп едім. Дұшпанды күйіндірер, досты сүйіндірер, құтты көш болды. Қадірлі қауым, алыстан ат сабылтып жеткен ағайын. Естеріңізде болса, 1992 жылғы тұңғыш құрылтайға қатысқан қонақтар Қазақстанның гүлденіп көркейгеніне таяу жылдары куә болар деп айтып едім. Сондағы тілегім жаратқанға жеткендей айтқаным келіп, Қазақстан аз уақытта әлемге танылған айдынды ел болды. Экономикасы қуатты, саясаты тұрақты, жері дәулетті, елі сәулетті мемлекет ретінде ірге орнатылды. Қазақ елі адамзат тарихында бұрын соңды болмаған қадамға барып, атом қаруынан өз еркіменен бас тартты. Ядросыз әлем құру бастамасы арқылы жер жүзіне ізгіліктің өнігөсін көрсетті. Біз мемлекеттігіміздің іргесін орнықтырып, еліміздің шекарасын шегендедік. Аз жылдың арасында арқа төсінде мына өздеріңіз көріп отырған ғасырдың ғажайып атанған арайлы ел ордамыз Астананы тұрғыздық. Кезінде желмая мініп, жер шолған Асан Қайғы бабамыз есілдің бойын көргенде 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен деген екен. Сол айтқандай, сіздер 6 жылда шын мәнінде жер ұйыққа айналған Астананы көріп отырсыздар. Қазақ жері татулықтың туын тігіп, ұлтаралық, дінаралық келісімнің әлем үлгі тұтатын айшықты мысалына бүгін айналып отыр. Қазақ халқы ұлысты ұйыстырушы ұлт ретінде елге, этностарды бауырына басып, даналығы менен дарқандығын көрсете білді. Осы жылдар ішінде еліміз жаһандық ауқымдағы 3 дағдарыстың толқынына төтеп беріп, жаңа дәуірге қадам басты. Біз дағдарыс тұсындағы дамудың даңғыл жолына түскен ел атандық. Әлемдік тәжірибеде өз тәуелсіздігінің 20 жылында мұндай нәтижеге ешқандай ел қол жеткізіп көрмеген екен. Біз халықтың әл-ауқаты бойынша ТМД елдерін озып халықаралық рейтингте 50-ші орынға ие болдық. Қазір Қазақстан халықаралық резервтер деңгейі бойынша алғашқы 50 мемлекеттің дүниедегі қатарында.
Ол ұлттық қордың қосқанда 73 миллиард доллар біздің қаражатымыз қазір бар. Дағдарыс жылдарында әлемнің көптеген елдерінде жалақы, зейнетақы, шәкіртақы қысқартылып жатты. Ал біз болсақ керісінше бұл көрсеткіштерді жылдан жылға өсіріп отырмыз. Соңғы 10 жылда мұғалімдердің жалақысы 5 есе, дәрігердің жалақысы 7 есе, зейнетақының орташа мөлшері 6 есе өсті. Жыл сайын 6 миллион шаршы метрлік тұрғын үй салуды жоспарлап отырмыз. Жұмыссыздық деңгейі 5%-ға дейін төмендейтін болды. Біз бұл көрсеткіштерге тоқмейілсіп отырған жоқпыз. Бүгінде индустриялық инновациялық даму бағдарламасын іске асырудамыз. Бұл бағдарлама еліміздің жаңа биікке шығаратын болады. Біз шикізатқа малданатын, оның әлемдік бағасына алданатын ел болмауға тиіспіз. Кен байлығы таусылмай қоймайды. Бәрінен де керегі ел байлығы. Ел байлығы дегенім бәсекеге қабілетті экономика мен жаңа технологияны игерген білікті мамандар болып табылады. Қазақстанда өткен бір жылдың өзінде 800-ге жуық өндіріс орны құрылды. Таяудағы бірнеше жылда біз құны 8 триллионнан астам теңге болатын 300-ден астық жобаны іске асырамыз. Соның арқасында тағы да 200 мыңға адамға жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Біз ел дамуының 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспарын жасадық. Ол кезеңде елімізде ішкі жалпы өнімнің көлемі кемінде 100%-ке өседі. Жақын жылдары Қазақстан Еуразияның ірі көлік тарабына айналмақшы. Қазір біздің еліміз арқылы Батыс Қытай, Батыс Еуропа автожолының құрылысы қауырып жүріп жатыр. Ұлы жібек жолын жаңғыртатын бұл дәліз арқылы жүк жеткізу теңіз жолымен салыстырғанда 3 есеге қысқаратын болады. Бұл жол шетелдегі қазақ кәсіпкерлеріне де мол мүмкіндігін ашады. Қазақ елінің табыстары әлемдік саясатта да салтанат құруда. Біз ТМД және Азия елдері арасында алғаш рет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еттік. Беделді ұйымның 1000 жылдықтағы алғашқы алқалы саммитін өткіздік. Өткен жылы осы сарайда 56 елдің басшылары бас қосып, әлем дамуының аса маңызды мәселелерін талқылады. Астана саммиті қазақтың абыройын жаһанға жайып, еліміздің жұлдызын жоғарыдан жандырды. Бұйыртса, биыл қазақ елі тағы да бір биік белесті бағындырайын деп отыр. Ол еліміздің Ислам конференциясы ұйымының төрағалық етуі. Ислам дінін ұстанатын 57 мүше ел бар. Бұл ұйымның тізгінін ұстау бізге зор жауапкершілікті тағы да жүктеп отыр. Күллі мұсылманның басын қосқан ұйымға төрағалық ету Қазақстанның ислам әлеміндегі беделін биіктете түсетін болады. Қазақ болғалы біз дәл мұндай биіктіктерге көтерілген емеспіз. Сол беделді биігіміздің тұғырынан таймайық, бауырларым. Саммиттен кейінгі тағы бір орасан оқиғаның бірі қысқы Азия ойындары болды. Астана мен Алматыда қатар өткен дүбірлі Азияда ел спортшылары құрлық біріншілігінен жеңіп алды. Бұл дүбірлі жарыста еліміздің абыройын асырып, айдын таста түсті. Биылғы жылғы сәуір айында елімізде кезектен тыс президенттік сайлау өткенін баршаңыз білесіздер. Бұл сайлау біздің елдігіміз бен ынтымағымыздың мерейін үстем етті. Елдіктің ерен ерлігін, бірліктің баянды жемісін бүкіл дүниеге тағы да бір паш етті. Бірлік болмай, елдік болмайтынына көз жеткізді. Бір қатар елдерде орын алған халық наразылығын біліп отырсыздар. Ол толқулар ең алдымен әлеуметтік мәселелердің асқынуымен байланысты. Біздің елдегі президент сайлауы халықтың әл-ауқаты жылдан жылға жақсарып келе жатқан айғақтап берді. Сайлаудан кейін мен халықтан көптеген құттықтаулар, тілектер алдым. Олардың арасында алыстағы ағайыннан келгендері де аз емес. Осы арайлы сәтті баршаңызға пайдаланып отырып, шынайы алғысымды айтқым келеді. Шын жүректен шыққан ризашылығымды қабыл алыңыздар. Бір қазақ ретінде мен ғұмыр бойы білігім менен қайрат қабілетімді қазағым үшін жұмсап келе жатқан адаммын. Құдай денсаулық берсе, халқыма әлі де аянбай қалтқысыз қызмет ете беремін деп сенемін.
Қымбатты қандастар, Ахмет Байтұрсынұлы сөзі жоғалған елдің өзі де жоғалады деген сөзі бар. Біздің тәуелсіздігімізбен бірге сөзіміз тіріліп, өзіміз еңсе тіктедік. Бабадан жеткен қасиетті қазақ тілінің осы жылдағы мемлекеттік мәртебе алып, құлашын кеңге жая түскенін білесіздер. Естеріңізде болса, 1991 жылы қазақ мектептерінде оқитын шәкірттердің жалпы саны 32% ғана болатын. Сөйтіп, біздің тіліміз Совет заманында жойылуға тақаған. Бүгінде бұл көрсеткіш 2 есе артып, мектептерде 1,5 миллионнан астам бала қазақ тілінде білім алады. Аралас мектептерді қосқанда барлық балабақшалардың тек 90% жуығы қазақ тілінде тәрбие беруде. Қазір мемлекеттік органдарға іс жүргізу негізінен қазақ тіліне көшірілді. Мен Қазақстан телеарнасына биыл күзден бастап толық мемлекеттік тілде хабар таратуға тапсырма бердім. Балалардың тіл үйренуіне көмектесетін балапан деген арнайы телеарна ашылды. Таяу кезеңде қазақ тілінде мәдениет, білім деген жаңа телеарналарды іске қосуға әзірлік жүргізуде. Қазақ тілінде шығаратын басылымдардың саны да жыл сайын арта түсуде. Егер 1991 жылы біз тәуелсіздік жариялаған жылы Қазақстанда қазақ тілінде небәрі 82 басылым шыққан болса, бұл көрсеткіш биыл 520-ке жетті. Еліміздегі кітаптардың 80%-тен астамы қазақ тілінде жарық көреді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, қазақ тілінің құлашын кеңге сермейтін күні алыс емес деп сенемін. Мен биылғы жолдауымда 2020 жылға қарай қазақ тілін білетіндердің саны кемінде 95% құрауы тиіс екенін айттым. Қазірдің өзінде қазақ балабақшаларына өзге этнос бүлдіршіндері де көптеп келіп жатқан жағдай бар. Балаларының келешегін мемлекеттік тілмен байланыстырып қарайтындар ұл-қыздарын қазақ мектептерінде беріп жатыр. Енді 10 жылдан кейін мектеп бітірушілердің 100% мемлекеттік тілді біліп шығады деп межелеп отырмыз. Тәуелсіздіктің тірегі ұлттық сана екенін білесіздер. Ал ұлттық сана тарих пен мәдениет арқылы қалыптасады. Осыған орай еліміздегі мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы жемісті жүзеге асырылуда. Бағдарлама бойынша барымызды бағалап, жоғымызды түгендеуге ұлан-ғайыр іс атқарылды. Соның арқасында 100-ге тарта тарихи мәдени нысан жаңғыртылып, оның 73-не қалпына келтіріп, жұмыстары аяқталды. Шетелдерден тарих пен мәдениетімізге қатысты 5000-нан астам құнды деректер табылып, көшірмелері елімізге әкелінді. Әлемдік ақыл ойдың ең озық үлгілері қазақ тіліне аударылып, одан том-том кітап болып жарық көруде. Бұл құндылықтар келешекте жастардың бойына ұлттық сана сіңіруге жол ашады. Ұлттық фольклорымыз бабалар сөзі деген атпен 100 томға жинақталып жарық көруде. Сондай-ақ әр қиырда шашылып жатқан ұлттық музыкалық мұрамызда жинақталды. Оларға шетел қазақтарының әндері менен күйлері де енгізіліп, енін атап өткім келеді. Діңгегі берік ұлттық руханиятымызбенен ата дініміз еркін жайлап келеді. 1991 жылы Қазақстанда небәрі 68 мешіт болатын. Бүгінгі олардың саны 2400-ге жуық. Қашанда толеранттықты ту еткен біздің елде дін бостандығына барлық жағдай жасалған. Тек өткен жылдың өзінде еліміздің 3300 азаматы Мекке Мединеге барып, қасиетті қажылық парызын өтеп қайтты. Құт қонған қазақ елі сан түрлі дін өкілдерінің басын 3 рет қосып, бүкіл әлемдегі діндарлардың сауабын алды. Әлемдік және дәстүрлі дін басылымдарының құрылтайларын өткізу еліміздің игі дәстүріне айналды. Құрметті қандастар, биыл тәуелсіздіктен бірге атамекенге ат басын бұрған ұлы көшке де 20 жыл болды. Бүгінгі құрылтай осындай мерейлі белеспен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан биылғыдай баталы жылы біздің бастамаларымыз жемісті болуға тиіс. Елге ел қосылса құт дейді дана халқымыз. Күрделі кезеңде қарамастан көшіміз көлікті болды. Содан бері ұлы көш бір сәтке толастаған емес. Ат
қазығын байлар атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты. Дүние жүзіндегі өз қандарын еліне шақырып қаража бөлген біз 3-ақ мемлекеттің біреуіміз. Өздеріңіз білесіздер, ол Израиль, Германия, Қазақстан. Оларға мемлекеттің тарапынан келген ағайындарға көмекте көрсетіліп жатқанын білесіздер. Халқымызда елдің бәрі жақсы, өз елің бәрінің де жақсы деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан қай қиырда жүрсек те, Қазақстан ұғымы біздің жүрегіміздің түкпірінде сақталуы тиіс. Сіздер сүйегім ата жұртымда жатса деп тілеген аталар аманатын арқалап келіп отырсыздар. Шеттегі бауырларымыздың табанына кірген шөңке біздің жан жүрегімізді де сыздатуы қажет. Менің жарлығыммен 2008 жылдан бастап қандастардың жыл сайынғы көшіп келуінің квотасы 20 мың отбасына көтердік. Елге ағылған ағайынның көшін жүйелеу мақсатында нұрлы көш деген бағдарлама құрып, оған қаражат бөлдік. Оны ойдағыдай іске асыруға мемлекет қазынасынан қомақты қаражат бөлінді. Нұрлы көш бағдарламасы аясында іргелі істер атқарылды. Бірқатар облыс әкімдері көшіп келген қандастарға арнайы ауылдар салып, игілікті іс тындыруда. Жұмысқа бейімдеу үшін орталықтар құрдық. Сырттан келгендерге тіл үйрету, мамандық беру жағдайын қолға алып жатырмыз. Мен Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Ақмола облысындағы осындай елді мекендерді өзім барып көрдім. Келіп жатқан, қоныстанып жатқан ағайынның қуанышында шек жоқ. Қадірлі бауырлар, бүгінгі алқалы жиында қандастарымызға қолдау көрсетіп, қамқорлық жасаудың нақты жолдарын айқындап алуымыз керек. Сондықтан алдағы мақсат міндеттерді бірлесіп белгілеп алғанымыз жөн. Біріншіден, парламентте халықтың көші-қоны туралы заң жобасы қаралуда. Кеңінен талқыланып қабылданатын жаңа заң қандастарымыздың жағдайын жақсартуға септігін тигізеді деп есептеймін. Ол қандастарымыздың құжат тапсыруда, тіркеуге тұруда, азаматтық алуда кездесетін түрлі кедергілерді жоюы тиіс. Бұл арайда бір нәрсені қаперде ұстаған жөн. Соңғы кездері белгіленген квота толмауда. Туған елге табан тіремін, көшіп келемін деушілерге қашанда есігіміз ашық екенін мен тағы да қайталап айтамын. Бұл орайда қандастарымызды отанға оралту жұмысын жүйелей түсу керек. Жағдайдың дүниедегі әртүрлі екенін білесіздер. Біз дүниежүзілік дағдарыстан барлық жер дүние мемлекетімен бірге шығып келе жатқан халықпыз. Сондықтан сіздер ойламаңыздар, түгел келем дегендердің барлығына қаражат беріп, үй беріп, жұмыс беріп, қопарып алып келетін жағдайымыз бар деп. Олай емес. 20 мың отбасы деп отырғанымыз сондықтан. Ал бірақ өз бетіменен көшіп келіп, ағайынменен қосылып, жанұясымен қосылып, басқа жағдайларың әсіресе жастар оқуға келем десе, оларға да ешқандай кедергі болмайды. Осыған байланысты біз Нұрлы көш бағдарламасының екінші кезеңінің жобасын қолға алуды жоспарлап отырмыз. Бұл кезеңде қандастарды жаңа өндірісті өңірлер мен ауыл шаруашылығына кеңінен тартудың жолдары сараланатын болады. Ол үшін мамандарды қажеттілікке байланысты қайта даярлау, қысқа мерзімде оқытуды қамтамасыз етеміз. Мемлекет қандастарымызға қатысты қамқорлығын жалғастыра беретін болады. Бағдарламаның еліміздің индустриялық дамуына байланысты екенін қаперден шығармағандарыңыз абзал. Екіншіден, шетелден келген құрылтай қонақтарының басым көпшілігі 60% артығы жастар екен. Жастар біздің болашағымыз. Біз әлемдегі барша қазақ жастарының сапалы білім алуына тиісті жағдай жасауымыз қажет. Қазақстанда біз оны жасаймыз. Осыған байланысты білім мен ғылым министрлігіне қандастарымызға бөлінетін гранттың квотасын нақтылап, жастарыменен жүйелі жұмыс жүргізуді тапсырамын. Қазір білектінің емес, біліктінің озатын заманы. Астанада әлемдік деңгейде халықаралық университет ашылғанын білесіздер. Бұл жоғары оқу орнында дүние жүзінің ең білікті мамандары менен ғалымдары дәріс оқиды. Сондықтан
әлемнің әр қиырындағы қазақ жастарын атамекенде оқуға және қазақ еліне қызмет етуге мен шақырамын. Қазір жаңа дәуірге қадам басқан Қазақстанда отаншыл, білімді жас мамандар аса қажет. Жас балалар менен жас қыздарымыз келіп оқитын болса, оқуды бітіріп, маманданып, кейін ата бабасында шақырып алатын шығар өздері. Ол да қажет. Сондықтан шетелдерде техникалық білім алған қазақ жастарын индустриялық өндіріске жұмысқа тарту қажет. Қажет болса, оларға әлеуметтік қолдау көрсетуді де енгіземіз. Үшіншіден, біз шеттегі қандастардың Қазақстаннан жан-жақты хабар алып тұруына көмектесуіміз қажет. Байланыс пен ақпарат мерзімділігі, Каспианет арнасының қазақтар тұратын елдегі таралуын қамтамасыз етуіміз керек. Сонымен бірге, ұлттық дәстүріміз бен тарихымыз туралы хабарларды арттыру жолдарын қарастыруды тапсырамын. Бұған қоса, министрлік дүние жүзіндегі қазақ жастарының байланысын нығайту үшін арнайы веб-портал ашқаны жөн. Төртіншіден, қандастар тұрып жатқан елдерде ұлттық өнерді кеңінен таратуына жағдай жасауымыз керек. Біз қазақтың қаймағы бұзылмаған көрші елдерде ұлтымыздың аса құнды рухани мұралары сақталғанын жақсы білеміз. Білім мен ғылым министрлігі мен мәдениет министрлігіне экспедициялар ұйымдастырылып, осындай құнды мұраларды жинақтауды тапсырамын. Бесіншіден, біз шетелдерде кіші құрылтайлардың тұрақты өткізілуін құптаймыз. Осыған байланысты бұл құрылтайларға Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қолдау көрсететін болады. Қазақстан дүниедегі әр қазақтың қастерлі құбыласы. Қазақстан әлемдегі барша қазақтың құтты қара шаңырағы. Қазақ баласы дүниенің қай түкпірінде жүрсе де, тұтас қазақ халқының бір бөлшегі екенін біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Қазақтың абыройын асырған, мерейін тасытқан ол ел тәуелсіздігі болып табылады. Сондықтан біздің басымызға бақ боп қонған тәуелсіздіктен асқан ешқандай құндылық жоқ. Ендеше, тәуелсіздіктің 20 жылдығына тұстас келіп, ақ түйенің қарны жарылған бұл той біздің ұлан асыр ұлы тойымыз болып табылады. Тойымыз тарқамасын, ардақты ағайын. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Алаштың айбыны, бар қазақтың ортақ отаны, тәуелсіз қазақ елі мәңгі жасасын. Аса мәртебелі елбасы, қадірлі бауырлар. Еуропа қазақтарының саны өзге елдердегі ағайындармен салыстырғанда әлде қайда аз. Бірақ олардың да тарихы аса қызық, тағдыры өте күрделі. Олар ата мекенін өз еркімен тастап кеткен жоқ. Еуропаға қызық қуып, жақсы тұрмыс, керемет байлық іздеп барған емес. Тағдырымыз солай болды ағайын. Тәуетер тәуелсіздігіміздің бақытын біз көріп отырмыз. Елордамыз Астанада президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев бас болып, әнұранымызды асқақтатып, бүгін бүкіл әлем қазақтарын бір шаңырақтың астында жинап отырмыз. Қай заманда, қай дәуірде мұндай алқалы жиын болып еді. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасы ағайын. Ендеше осынау қуанышты күнге жеткізген тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерейтойы құтты болсын бауырларым. Шынын айтсақ, шетте жүрсек те біз Қазақстан десе тақымымызды қысып отырамыз. Табысына қуанамыз, жетістігіне марқаямыз. Халықаралық қауымдастықта өзгелермен терезесі тең, керегесі кең мемлекет болғаны біздердің мәртебемізді көтереді. Назарбаевтай лидері бар қазақ халқының ұрпағы екенімізді айтып, алшаң басып жүреміз. Әсіресе Қазақстанның өткен жылы әлемде абыройы асқақтап,
Европаның қауіпсіздігі мен ынтымақтастығы ұйымына төрағалық еткені бүкіл дүние жүзіндегі қандастарымызды зор мақтанышқа бөледі. Қазақстанның барша түркі әлемінің және Азия мемлекеттерінің ішінен тұңғыш осы ұйымға төраға болғанын естігенде қазақтар ғана емес, ол жақтағы түбі бір түркі ағайындардың бәрінің қуанышында шек болмады. Енді мінекей биылғы жылы бүкіл исі мұсылман мемлекеттерінің басын қосатын Ислам конференциясы ұйымының тізгінін қолға алды. Қазақстан әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани салаларда да қарқынды дамып, өзгелерден көш бойы алға озып кетті. Бұл жетістіктердің бәрі ең алдымен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ересен еңбегінің арқасы, елбасының көреген саясаты мен реформаларының нәтижесі. Оны біз жақсы білеміз. Дүние жүзіндегі ең белгілі, ең беделді қайраткерлердің бірі. Оның қазақ мемлекеті, жер жүзіндегі бүкіл қазақ қандастары үшін жасап жатқан еңбегі өлшеусіз. Сондықтан шетелдік ағайындар да Қазақстандағы президент сайлауын айрықша қадағалап, жанкүйер болып отырды. Елбасына тілектес болды. Теңдессіз жеңіске жеткенде ұлан асыр той жасады. Бір-бірімізді құттықтадық, қазақ болғанымызға мақтандық. Енді сол алыс Еуропадан жете алмай жатқан мыңдаған қандастарымыздың атынан Нұрсұлтан Әбішұлы бүгін сізге жеңісіңіз құтты болсын айтамыз. Ата жұрттан алыста жатсақ та, бізде қазақ деген атымызға ана тілін, діліміз бен мәдениетімізді, салт дәстүрімізді сақтап қалуға құлшына кірістік. Бұл игі іске дүние жүзі қазақтары қауымдастығы да жан-жақты қолдау жасап, нақты көмек көрсетіп отыр. Бұл ретте аса мәртебелі президентіміз, қауымдастықтың төралқа төрағасы сіз екеніңіз бәріміз үшін үлкен мақтаныш, бедел. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, біз үшін өзіңіз бастаған ісіңіздің жалғаса беру үшін сіздің болашақта да дүние жүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасы болып қала беруіңіз өте қажет. Бұл жалғыз менің ғана емес, бүгінгі алқалы жиынға қатысып отырған барлық делегаттардың, әлемдегі бүкіл қазақ қауымының өтініш тілегі деп жеткізіп отырмын. Қазақ елінің абыройы асқақтай берсін. Дәл бүгін көз жасым шашудай шашылған, рухымнан жұмақтың есігі ашылған, қуаныш күлкісі естілген даусымнан кеудемде күмбірлеп дұғалы өктемін, мен еркін сөзімін тәуелсіз көктемнің. Тәуелсіз көктемде туған ол тұмадан, тәуелсіз елімнің патшасы, ол адам әуелгі халқының саулығын сұраған сөзінде қайырым өлдеп, көзінде мейірім гүлдеген, шашылған қазақтың бастарын құраған тәңірінің нұры бар, қазақтың бағы бар, атыңнан айналдым, Нұрсұлтан Нұрағам. Ашылып аспаннан бодандық түнегі, әр үйде, әр сәби тәуелсіз күледі, антында азаттық жұпары аңқыған, елбасы өзіңсің қазақтың тілегі. Қазақтың рухы, қазақтың даласы, Алланың мейірі жауып тұр қарашы, ақылдың нұрымен жуынған санасы, қазақтың ағасы, қазақтың данасы, мендегі бұл шаттық тарқамас мәңгілік, мендегі бұл бақыт ортаймас мәңгілік. Тәуелсіз қуаныш 20 жыл ғана емес, бұл ұғым қасиет ғасырдан ғасырға жететін жаңғырып,
қасиет қонған ел. Ал қуан, ал шаттан, төгілсін тіліңнен әппақ гүл бұрқырап, көңілің кісінеп жылқыдай шұрқырап, тәубаңа келші бір тәңірі қолдасын, тәуелсіз намысың, тот жемес алмасың. Еуразия жүрегі, бірліктің бесігі, парасат қолымен тербелген есімі, 20 жыл тоқтамай тамырымда күркіреп, отанға оралған қазақ пен көш ұлы көш, кірпіктің ұшында қуаныш мөлдіреп, көзімнің ішінде көк туым желбіреп, сөзімнің ішінде сезімім елжіреп, қуансын жан бүгін, шаттансын жан бүгін. Я тәубә, бір құдай жар болып, Европа ендігін басқардық, қолға алып, ислам әлемін етіп жалғадық. Жаһанның жанары сәбидей таңданып, дүние көгінде қырандай самғадық. Дүние көгінде азаттық толғанып, сабыр мен ақылдың бейнесін сомдадық. Елбасы, атыңа бар алғыс арналып, сізді тек мойындап таныған бар халық. Ата түрік тұлғасын бойыңнан аңдадық. Ата қазақ атына лайық мәртебең, бар қазақ жүрекпен осыны таңдадық. Ардақты ағайын, құрметті отандастар, дүние жүзі қазақтарының кезекті құрылтайы әлемнің жанарын жаулап, сәулеті мен дәулесі келіскен әсем астанада ата жұрттың тәуелсіздігі нығайып, мерейі тасыған сәтте өтіп отыр. Орта толсын әлеумет. Алғашқы құрылтайда төрткүл дүние таныған ұлт кемеңгері елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының біздің бұл дүниеде бір отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан деген жалынды сөзі Ресей қазақтарының жадында жаңғырып тұр. Осы Ресей қазақтарының бүгінгі алқалы бас қосуға жиналған ағайынға тәуелсіз Қазақстанға деген ыстық ықыласын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Жақында Қазақстанда өткен кезектен тыс сайлаудағы Нұрсұлтан Әбішұлының жеңісін біздер, шетте жүрген қазақтар, елдегі ырысты ынтымақты қастерлеуі, қандастардың өз басшысына нық сенімі деп қабылдадық. Тек біз емес, орыс, татар, башқұрт, шешен көршілерімізде Қазақстанды тұрақтылық пен берекенің мекені деп есептейді. Қазақ елімен шекаралас болғандығымызды пайдаланып, мектеп оқулықтарынан да, жазушылардың, ақындардың кітаптарынан да ешбір жетімсіздік көрген жоқпыз. Бірақ бүгінгі күні осындай торқалы жиында ата-бабамыз аманаттап кеткен дәстүріміз бен тілімізден айырылып қалмаудың жолын өзіміз де сол жерде жүрген қазақтар үнемі ойлап отыруымыз керек. Өзіміз мекендеп жатқан мемлекеттердің құқықтық заңдық базасын пайдалана отырып, қазақ мектебін, қазақ балабақшасын ашып, болмысымызды сақтауға көмектесетін жағдайларды мүмкіндігінше пайдаланып отыруға болады ғой деп ойлаймын. Уақыт аз, айтар сөзім өте көп, ертеңгі дөңгелек столда көптеген мәселелерді ортаға саламыз ғой деп ойлаймын. Өйткені құрылтай үшін ғана емес, осындай жаңа президентіміз айтып өткендей ойлы мәселелерді шешу үшін біз бүгінгі күні жиналып отырмыз ғой. Сөзімді аяқтай келе, ата жұрт тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңындағы бүгінгі алқалы мәжіліс дүйім қазақтың ұлылығын, бір тұтастығын дәлелдеп отыр. Біз өткенімізді саралап, келешегімізге сеніммен қараймыз. Ресей қазақтары атынан атамекендегі ағайынның ыстық құшағы мен дарқан пейіліне алғысымызды білдіреміз. Құрылтай жұмысына сәтті қадам тілеймін. Аса мәртебелі президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ханымдар, мырзалар, достар, Сарыарқаның төсіндегі сәнді, сәулетті қала әсем Астанаға келіп, дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайына қатысып отырғаным мен үшін
үлкен мерей, зор даңқ. Осы бір сәлиқалы сәтте мен Қытай делегациясының құрамындағы мүшелер атынан мәртебелі президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа өскелең құрмет білдіремін. Дос, көрші Қазақстан халқына ыстық ықылас, ізгі тілегімді арнаймын. Құрылтайға қатысып отырған әр ел уәкілдеріне шынайы сәлем жолдаймын. Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы. Өткен 20 жылда президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дана басшылығында еңбекшіл, ер жүрек, ақ көңіл Қазақстан халқы ерен ерлік, өршіл ұрық пен парасатты пайым, жалынды жігермен егемен елдің тәуелсіздік тұғырын бекемдеп, ұлттық шаруашылығын шалқытты. Халықаралық қоғаммен қоян қолтық араласып, мемлекеттің жалпылық қуатын күшейтті. Инфрақұрылымдары серпінді дамыды. Шетелдермен болған экономикалық селбестігі күн санап ұлғайып, әлеуметтік істері арындай алға басты. Халықарадағы ықпалы арта түсті. Дүйім жұртты жалт қаратқан бірталай зор жетістіктерге қол жеткізді. Бұған бүгінгі Қазақстанның тұрақты саяси жағдайы, гүлденген экономикасы, ұлттарының құп жарасқан берекесі, баяндық адаммен дамыған қоғамы куә. Әбзал дос көрші ел ретінде біз бұған шын жүректен шаттанып, ақ ниетпен сүйінеміз. Әрі Қазақстан халқының мұнанда зор жетістіктерге қол жеткізуіне тілеулеспіз. Егемен елдің ертеңі нұрлы болғай. Құрметті бауырлар, ардақты отандастар. Мен ең алдымен сіздердің барлығыңызды, бүкіл Қазақстан халқын және әлемдегі барша отандастарымызды тәуелсіздігіміздің алда келе жатқан 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Кез келген халық үшін тәуелсіздікке қол жеткізу оңай емес. Бірақ сол қолға келген тәуелсіздікті сақтап қалу одан әлде қайда қиын, әлде қайда күрделі. Жас қазақ мемлекетінің мұндай сынақтан сүрінбей өтуі елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегінің нәтижесі екендігі баршаға анық. Қазақстан батыл ұсыныстар мен нақты істерде әлем жұртының алдында айрықшалығын танытты. Түркі дүниесін түгендегенімен қоймай, иісі ислам елін бауырына тартып, адамзат өркениетіне араша түсіп отыр. Түркі дүниесі дегенде Түрксой еске оралады. Түркі өркениетін халықаралық деңгейде үйлестіру мақсатындағы ұйымның құрылуына Қазақстанның ұйытқы болғаны шетте жүрген бізге үлкен мәртебе берді. Түркия қазақтары өздері тұратын жерде ешқашан да жаман атын шығарған емес. Керісінше өзгелерге үлгі өнеге боларлық жақсы істерімен ғана көзге түсіп келеді. Түркия қазақтарының осы жақсы жетістіктерін Қазақстанда да тиімді пайдалана білу керек. Қазіргі кезде Қазақстанға келіп, мәдени, рухани, әлеуметтік, экономикалық салаларда алуан түрлі жұмыс істеуге ықылас танытып, қолшынып жүрген ағайындарымыз баршылық. Ата жұрттан оқу оқып, арнайы мамандық алуды армандап жүргені жастарымыз да аз емес. Елге ел қосылса құт деген ғой ата бабаларымыз. Соған орай Түркиядағы қазақтарымыз ата мекенге көптеп оралса, ол Қазақстанға да, алыстағы ағайындарға да пайдасы тиер, сауабы мол бір жақсы іс болар еді. Шетте жүрсек те, біз елімізге еңбек етеміз. Күлтегіннің көксегені, Абылайдың аңсағаны асыл мұрат болып кеудемізде жатыр. Ата баба өсиетін өшірмейтін біз сол үшін ұрпақпыз. Көбейейік, кеңейейік. Құрметті қауым, біз болсақ бір болғымыз келеді, бүтін болғымыз келеді. Сол бүтіндікті ойлап бүгін бас қосып отырмыз. Сол бүтіндіктің жоқтығы, жеріміздің көптігі, алаштың аздығы жанымызға батады, шиқандай батады.
Тәуелсіздік тағдырына тікелей қатысты бұл жағдаят сөзсіз жер бетіндегі әр қазақты ойлантуға тиіс. Сол ойдың тобықтай түйіні түгел қазақ түгенделіп, ата жұртқа ту тіккенде ғана тәуелсіздік тұғырлы болмақ, ғұмырлы болмақ. Бүгінде Қазақстан экономикасы еңсе көтерді. Аллаға шүкір, елбасының әлем алдындағы абыройы асқақтап тұр. Әсіресе қазақтар мол шоғырланған Қытай, Ресей, Өзбекстан алдындағы беделі зор. Қазақстан үшін бұндай қолайлы сәт тарихта бұдан кейін туа ма, тумай ма белгісіз. Ендеше қазақ мол шоғырланған Ресей облыстарында, Қытайдың Шәуешек, Өзбекстанның Нүкіс қаласында қазақ консулдықтары ашылса дейміз. Және оларға көші-қонмен айналысу құқы берілсе дейміз. Қазақстан үшін осындай өмірлік стратегиялық маңызды іспен айналысатын агенттікті тікелей Қазақстан президенті құзырына қарататын мезгілде туды деп білеміз. Ардақты әлеумет, өткен ғасыр 20 ғасыр қазақты тарыдай шашқан ғасыр болып еді. Енді мына жаңа ғасыр қазақты қайта қосқан ғасыр болғай. Біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, басымыз құралып, ел бола алар мекенбіз деп, алаңдап тұрған шағында емес, жан жақтан жиналып, биік мақсат, ортақ мүдденің жолында бірге бола алатынымызды өзімізде танып, білген өзгелерге де мойындатқан кезеңде өтуде. Бұл ретте тарихи отанымызда жақындаған өткен президент сайлауының маңызы айрықша. Бұл саяси науқан қазақстандықтардың ғана емес, шетелдегі қазақ диаспорасының да жүрегінде мақтаныш сезімін тудырды. Сайлауда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айқын басымдылықпен жеңіске жеткені баршаға мәлім. Бұл жеңіс Қазақстан халқының елбасының төңірегінде бұрынғыдан да бетер топтаса түскендігінің, сондай-ақ ел мүддесі мен тәуелсіздік мүддесін басты асыл мұраға санаған халықтың парасаттылығының және ең бастысы Қазақстанның мемлекет басшысының сындарлы саясатының нәтижесі. Ендігі жерде шетелдегі ағайындар да осындай деңгейге жетуіміз керек. Бұл ретте Моңғолияда қазақтар да тұрақты қолдау мен көмек керек қазақтарға да. Осыған орай бірнеше нақты ұсыныстар айтқым келеді. Бұрын Моңғолия Қазақстаннан газет, журнал, кітаптар, басқа да баспа өнімдері көп барып тұратын еді. Қазір олар доғарылды. Моңғолияда қазақ тілінде газет пен журналдардың да жарық көру қиындаған. Қаржы тапшылығынан қазақ баспаханасы таратылған. Радио ғарыштық жүйесіне көшкендіктен Моңғолияда қазақтардың басым көпшілігі Қазақстан радиосын тыңдай алмайтын болған. Сондай-ақ Моңғолия қазақтарының біразы қазақ еліне жылына бірнеше дүркін келіп кетеді. Бірақ Ресейді басып өтетін жол ұзақ. Шығыс Қазақстан облысы арқылы төте қатынасатын жол көптен айтылғанымен әлі күнге дейін ашылған жоқ. Осы мәселені Қазақстан мемлекетіне жеткіздеп, ағайындарымыз айтып еді. Қабыл алсаңыздар екен деп өтінемін. Моңғолия қазақтарының жүздеген балалар Қазақстанға жыл сайын келіп, жоғары мектептерде оқып жүр. Болашақта келіп оқимын дейтіндер де аз емес. Осыған байланысты оларға арнайы бағдарлама бойынша қолдау көрсету жүзеге асса дейміз. Бұл ұсыныс тілектерді ынта ықыласпен қабыл алатындарыңызға сенемін. Санаулы жылдар ішінде сыртта ресми тіркелген 5 миллион қазақтың 1 миллионы атажұртқа оралды. Олардың Қазақстан қоғамына кірігу мәселесі оңтайлы шешілуде. Арнайы квоталар бөлініп, келіп жатқан қандастарымызға мемлекет қамқорлық жасап, республикалық бюджеттен қомақты қаржылар бөлінуде. Осының бәрі елбасы, Қазақстан тұңғыш президенті, әлем қазақтарының ғана емес, бүкіл түркі әлемінің ағасы атанып отырған Назарбаевтың іргелі саясатының жемісі. Қадірлі бауырлар, елбасы Қазақстан тұңғыш президенті көші-қон мәселесін заң тұрғысынан реттеуді күні бүгінге дейін өз жіті қадағалап келеді. Тұңғыш рет халықтың көші-қоны туралы заңы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қабылданды. Қазір нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы бар. Енді елбасы президент Назарбаевтың жарлығына сәйкес көші-қон мәселесімен түбегейлі шұғылдану Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне тапсырылды. Бұл мәселені тағы да Назарбаев шешудің әділ шешімі деп білемін. Өйткені көші-қон ұстағанның қолында, істегеннің аузында кететін саясат емес.
Ол ұлттық саясаттың құрамдас бөлігі. Барлық деңгейде тәртіп орнатудың басы. Осыған орай халықтың көші-қон туралы жаңа заң қабылдануға жақын. Ал енді осы заңда көші-қонның барлық заманауи талаптары ескерілген. Соның ішінде оралмандар толғандырып жүрген басты мәселелердің бірі өз шешімін тапты деп осынау алқалы жиында айта аламын. Енді Қазақстан азаматтығын алып қойса да, оралмандар квотаға енеді, қосымша жеңілдіктер алады, әрі өздерінің ата тектерін қазақша дұрыстап жазуға құқылы болады. Қадірлі ағайын, елім, жерім деп келдім, ананы бер, мынаны бер, өйтпедің, бүйтпедің деп, әлде бір саяси топтардың ықпалында түсіп, ел ішіне іріткі салудан жарамайды. Көппен бірге ұлы той деп, қиындықтарды бірге көтеру керек. Қазақтың нар қартайса ботасын ереді деген керемет ұлағаты бар. Сондықтан Еуропа қазақтарының, басқа елдер тұратын қырағыдай бар ағайындарымыздың әуелі ұл қыздарын елге жіберіп, оларды оқытып, орнықтырып, үй-жаймен қамтамасыз етуге тырысып жатқандары қандай жарасымды. Ертең өз жағдайларын шешкен бауырларымыз үшін балаларына келіп, қоныс аудара салу жеңіл әрі тиімді емес пе? Бұл ұлттың жойылуынан сақтайтын үрдіс. Елім не береді деп қана емес, елмен не беремін деп айтатын сәт келді ағайын. Сол есесі кеткен тарихтың бір парағы елін, туған жерін сағынып, шөліне шөл үркеп, сайын даласымен қауышатын күнді жусан иісін аңқаған аңсаған қандастарымыз еді. Келіңіздер, көріңіздер, қазақтың осындай егемен елі бар. Енді қазақ аты өшпейді, қазақ елі тарихтан көшпейді. Құрылтай құтты болсын. Ассаламу алейкум. Құрылтайдың құрметті қатынасушылары, қонақтары, қадірлі қауым. Біз сіздерге Өзбекстанда тұрып жатқан 1,5 миллионнан астам қазақ қандастарыңыздың атынан ыстық ықылас, жалынды сәлем әкелдік. Біз ежелгі мекенімізде ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы өмір сүріп, тіршілік еткен өз жерімізде отырмыз, жасап жатырмыз. Соңғы кезде бірнеше қазақ ұлттық өнер ұжымдары мен қазақ театры ашылып, ұлттық мәдениеті жандыра түсті. Мұндай игі жұмыстарға Өзбекстандағы республикалық қазақ мәдени ұлттық орталығы өз үлесін қосуда. Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігі де бұл жөнінен бізге әрқашанда нақты қолдау жасап, көмек көрсетеді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына да ризашылығымыз ерекше. Рахмет айтқымыз келеді халқымыздың атынан. Қазақстан мен мәдени рухани оқу білім саласында тұрақты әрі нәтижелі байланыс жасауды біз қауымдастық арқылы жүзеге асырамыз. Әрине, оралмандарды орналастыруда, ойландыратында үлкенді кішілі мәселелер бар. Мысалы, оларға көшіп келгеннен кейін үй сатып, егін егіп, мал өсіретін жер беру жайы бір жүйеге түссе дейміз. Ұшан теңіз кең жері бар Қазақстанда бұл мәселенің болашақта дұрыс шешілетініне біз күмәнданбаймыз. 1991 жылы 31 желтоқсан күні президент Нұрсұлтан Назарбаев радио арқылы, ол кезде Каспианет жоқ, интернеттің мүмкіндігі шектеулі, 31 желтоқсан күні радио арқылы бүкіл әлем қазақтарына арнау сөз жариялаған. Сол сөзде біз міне егемен ел болдық, тәуелсіз мемлекет құрдық. Енді өз тағдырымызды өзіміз шешеміз. Қалай жүреміз, қалай тұрамыз, оның барлығы өзіміздің құзырымызда. Біздің ойымыздағы үлкен мәселе әлемге тарыдай шашырап кеткен қандастарымыздың мұң-мұқтажы. Біз олардың бәрін білеміз. Сондықтан да тәуелсіз елдің президенті ретінде баршаңызды біз туған жерге, атамекенге шақырамыз дегенді бүкіл әлемге жария етіп айтқан. Сондықтан да біз Нұрсұлтан Назарбаевты осы бүкіл қазақ басы біріксе екен, қазақтың басы қосылатын күн қашан келер екен деген ойды кешегі кеңесті кезеңнің өзінде, тәуелсіздік қолға тимей тұрған кездің өзінде, көкірегінде әлдилеген азамат ретінде ардақтаймыз. Президенттік билік қолына тигеннен кейін небәрі 2 аптаның ішінде міне осында
сол кезде вице-премьер болған Мырзакең отыр, Мырзатай Жолдасбек 2 аптаның ішінде үкіметке қаулы қабылдаттырып, сол қаулы қабылдана салысымен оны бүкіл әлемге жариялаған Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Сонда президентіміз алдымен елдегі қазақтың емес, алдымен шетелдегі қазақтың жағдайын ойлады ағайын. Сонда Европаның төрінен, Азияның бір елдерінен осы жерге, туған жерге деген сағыныштарыңызды арқалап алып келу арқылы сіздер тек тіршілікті, дүниені, күн көруді ғана емес, рух байлығын қадірлейтін адамдар екеніңізді көріп отырсыздар. Сіздер осы үшін де мақтаныңыздар, сіздер осыны өздеріңіздің балаларыңызға мұра етіп қалдырыңыздар. Сіздер жаңарған Қазақстанға келіп отырсыздар. Бұл Қазақстан 56 елдің басын біріктірген Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп, әлемдік саясатты айқындайтын елдердің қатарына қосылған Қазақстан. Бұл Қазақстан 57 елдің басын біріктіретін Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етіп, дін мұсылманның ортақ тағдырына ықпал жасау мүмкіндігіне ие болып отырған Қазақстан. Бұл Қазақстан шикізат бағасында тәуелділіктен құтылуға, индустриялық жағынан дамыған елге айналуға бет бұрған Қазақстан. Бұл Қазақстан қоғамның ағзасын тазартуға берік бел буған, арам жолмен ақша тауып, асыр салып, үріп-ішіп, шайқап төгіп жүргендерге қарсы аяусыз майдан ашып отырған, адалдың аты озатын жағдай жасауға шындап кіріскен Қазақстан. Бұл Қазақстан тұлпарын әлемдік бәйгеге баптап қосып отырған Қазақстан. Жаңарған Қазақстанға келген құт қадамдарыңыз қайырлы болсын, қадірлі қандастар. Қадірлі ағайын, құрметті отандастар, бүгін біз тәуелсіз Қазақстанның елордасы, ұлан байтақ Сарыарқаның төріндегі әсем астанаға әлемнің әр түкпірінен жиналып отырмыз. Біз бұл дүбірлі бас қосуға жер жүзіндегі бүкіл бауырларымыздың ата жұртқа деген сағынышты сәлемін, ыстық ықыласын, ақ тілегі мен асқақ арманын алып келдік. Әлем қазақтарының мұндай жиыны Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен өтіп отырғаны баршаға мәлім. Соған орай біз Қазақстан президентінің елді экономикалық, әлеуметтік жағынан дамытудағы жүзеге асырып жатқан іс-шараларын, халықаралық аренадағы жүргізіп отырған саясатын бірауыздан толық қолдаймыз. Сонымен бірге елбасы жақында ғана өткен Қазақстан президентінің кезектен сайлауында жеке дара шығып, айқын басымдылықпен жеңіске жетуімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл алқалы жиын ата-бабаларымызға арман болған тәуелсіздіктің 20 жылдық салтанатты мерейтойының қарсаңында өтуде. Қазақ елінің әлем алдындағы атақ даңқының асқақтап, тәуелсіз мемлекет болуы біздің ата-бабаларымыздың сан ғасырлардан бері үзілмей жалғасып келе жатқан асыл арман еді. Осы арманның жүзеге асқанын көзімізбен көріп, тәуелсіздігіміздің шаңырағын өз қолымызбен көтеру бүгінгі ұрпақ біздің үлесімізге тиді. Бұл біздің бәріміз үшін ерекше мақтаныш, зор міндет, әрі үлкен жауапкершілік. Әлемдегі барлық қазақ халқының осы міндет жауапкершілікті абыроймен атқаруға, ата-бабамыздың арман мақсаттарын одан әрі жалғастырып, жүзеге асыруға бір кісідей жұмылып ат салысарына біз кәміл сенеміз. Бұл ретте ата жұрттан сырт жерлерде тұратын ағайындарымыздың да қосар үлесімен тындырар шаруалары айрықша мол. Біз қайда жүрсек те халқымыздың ежелгі асыл қасиеттерін ардақтап, өткен тарихымызды құрметтеп, мәдениетімізді, салт дәстүріміз бен ана тілімізді көздің қарашығындай сақтайтын боламыз. Туған отанымыздың атақ даңқы, абырой беделі асқақтай берсін. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерейтойы құтты болсын ағайын.